Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Диана, менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып және де ұнаса комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін өте тез әрі оңай жасалатын таңғы ас дайындаймыз. Бұған ешқандай ұн қоспайсыздар, өте жұмсақ, бір кесе айраннан осындай көп шығады. Сондықтан менімен бірге болыңыздар, ал бастайық. Ең алдымен таза табаға 2 жұмыртқаны жарып аламыз. Оның үстінен 4 қасықтай қант саламыз. Одан да көп салсаңыздар болады. Тәтті болғанын қаласаңыздар. Және де 1 шымшым тұз қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Ал енді осы жұмыртқалы массамыздың үстіне 1 кесе айран құйып, айранымыз жылы комнатный температурада болу керек, соны жақсылап тұрып араластырамыз. Ал енді үстіне осылай манная крупа, манка жармасын қосамыз және де жақсылап тұрып араластырамыз. Біз маннайды ұнның орнына қостық. Және де бетін жауып қойып, 30 минутқа қойып қоямыз. Жарты сағатымыз өткеннен кейін бетін ашып, оған 1 қасықтай ас содасын қосып, тағы да 1 рет жақсылап тұрып араластырып аламыз. Ал енді пісіру үшін мен осындай кондитерский мешокты қолдандым. Бұны қолдансаңыздар да, қолданбасаңыздар да болады. Жай ғана қасықпен салсаңыздар да болады. Мен осы мешокта әдемі болу үшін қолдандым. Осыған қасықпен жаңағы дайын болған қамырымызды саламыз. Мені көріп тұрғандарыңыздай. Және пешіміздің үстіне табамызды қойып, оған кішкене сұйық май қосып, оны қыздырып, осылай видеодағыдай оладьйларымызды жасаймыз. Осылай домалатып, өте әдемі топ-домалақ болып шығады. Енді бір жағы піскеннен соң екінші жаққа ауыстырамыз. Және де екінші жағында жақсылап тұрып пісіреміз. Дайын болғандарын тарелканың үстіне осындай қағаз майлықты салып, солай қоямыз. Қағаз майлық тамағымыздың майын кішкене болсын сіңіріп алады өзіне. Ал достар, осы кезде сіздерге айтқым келгені, маған тіркелгендеріңізге өте көп рахмет. Менің видеоларымды ұнатып, көріп, комментарий жазып жатқандарыңызға да көп рахмет. 1000 подписчикке сәл ғана қалды, сол мені қолдап, тағы да тіркелмегендеріңіз болса тіркеліп, ұнаса лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мен сіздерді өте қатты жақсы көрем. Баршаларыңызға көп рахмет қолдауларыңызға. Сіздердің қолдауларыңыз арқылы мен бұдан да керемет әдемі видеолар түсіруге тырысамын. Рахмет.
Міне біздің таңғы асымыз дайын болды. Осыны керемет жұмсақ, ортасын қараңыздаршы, қандай әдемі, нәзік болып піскен. Баршаларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Тағы да көп-көп рахмет тіркелгендеріңізге. Міндетті түрде жасап, өз отбасыңызды қуантыңыздар. Сіздермен болған мен Диана. Келесі видеоларда кездескенше.